Сәлем достар, бүгін сіздермен қатпарлы хаттама дайындайтын боламыз. Суға тұз араластырып, жақсылап араластырып, қамыр елеп аламыз. Менде осы 300 мл судан 6 штук хаттама шығады. Осылай 15 минут демалтып аламыз қамырымызды. Маргаринімізді ертеміз. Енді демалған қамырды жаюға кірісемін. Қамыры бешбармақтың қамыры сияқты жұқа болу керек. Енді маргаринімді құйып, жақсылап, арасына ауа кіргізбей орап алдым. 6 штук мінекей хаттама шығады. Енді морозилкаға салып қоямын. Мінекей морозилкадан шықты. Менің әдем қамырларым, хаттамаларым. Енді дөңгелек етіп жайып, 10-15 минутқа бетін жауып қойып қойдым, майым қызғанша. Мінекей өте жұмсақ болып шығады. Екі жағын қып-қызыл етіп пісіріп алдым. Мінекей қыздар, хаттама өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаған болса, каналға жазыла кетіңіз. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз.